Бауырды тазалаудың керемет әдісі бар. Біле жүріңіз, артықтық етпейді. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаражат мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шылаққа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануды әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық аурулар да бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салтыда бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шылаққа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Енді бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазалау үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар: көкөністерден кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қоян шөп пен қызанақ; көктерден аскөк, ас жапырақ, күнзе, ақжелкен; цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон; жеміс-жидектен алма, банан, құлпынай мен інжір; жармадан кебек пен сұлы; өсімдік майы, күнбағыс, зығыр, зәйтүн және жүгері майы; сүт өнімдерінен ірімшік, йогурт, қаймақ; көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. Бір апта бойы күніне 2-3 рет жарты стаканнан ішсеңіз, бауырды тазартады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну керек. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Су емі. Ванна мен саунадан да дене токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқырауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз. Жүріңіз, жүгіріңіз. Күнделікті режиммен тыңғылықты ұйқы, тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқыда бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіреді және улы уыттарды шығарады. Ерекше белсенділік сағат түнгі 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендер, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін, сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Кімге бауырды тазалауға болмайды? Холецистит, панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Дәрігерлер қызба және жүйке аурулары, қант диабеті, жұқпалы және
вирустық аурулары бар адамдарға да бауырды тазалауға рұқсат етпейді. Ендеше, ауруды асқындырып алудан сақ болыңыздар. Халық емін қолданбас бұрын, дәрігермен міндетті түрде кеңесіңіздер. Ағзаны тазартатын 7 тағам. Ең алдымен қызылша. Бұл нөмір 1 организмді тазалаушы. Біріншіден оның құрамында өзек, фосфор, мыс, С витамині және де тамақтың қозғалысын жақсартатын, жаман ішектегі шіріткіш бактерияларды жоятын органикалық қышқылдар бар. Екіншіден бауырды улы заттардан қорғайды. Ал үшіншіден қызылша организмді жасартады. Шаш, тырнақ, теріге жаңа рең береді. Пайдалану тәсілі пісірілген қалпында. Борщ, салатта қосылған, қайнатпа немесе шырын түрінде пайдаланады. Ақбас қырыққабаты. Ол өзінде ауыр металдар мен улы заттарды байланыстырып, кейін ішектен шығарып жіберетін тағамдық талшықтарды сақтайды. Одан басқа, тамақ сіңіруді реттейтін органикалық қышқылдарға бай. Тек бұл ғана емес, орам жапырақта басқалардан табыла бермейтін Ю витамині бар. Витамин зиянды химиялық заттарды зиянсыз етеді. Сонымен қатар, жараларға ем. Пайдалану тәсілі жаңа піскен, ашыған түрінде және шырын жасау арқылы. Сарымсақ. Сарымсақтың бір бөлігінде 400-ден астам пайдалы компонент бар. Ол қандағы жаман холестеринді түсіріп, тамырларды тазалайды, асқазан жарасын жояды, ми обырының болуынан сақтайды. Пайдалану тәсілі жаңа піскен және ұсақталған күйінде. 4-ші, түйінді пияз. Оның ең басты жетістігі эфир майының құрамындағы фитонцидтер бар. Ал бұл заттар арқылы бірнеше минутта қаншама бактерия өлтіруге болады. Сонымен қатар, пияз тамақ сіңуін қамтамасыз етеді. Нәрлі заттарды сіңдіріп, тіпті тәбетті ашады. Барлық зиянды заттардан қорғап, оларды өлтіретін қасиеті бар. Пайдалану тәсілі жаңа піскен қалпында, салатта, косметикалық маска түрінде. 5-ші, алма. Алма тамақты жақсы сіңірілуін қамтамасыз ете отырып, ағзадағы улы заттар мен қоқыстардан қорғап, аппетитті жоғарылатады. Алма жұқпалы іш ауруын, іріңдеуді туғызатын бактерияларды, тұмау вирусын өлтіреді. Пайдалану тәсілі қабығы мен балғын күйінде, шырын және қайнатпа түрінде. 6-шы, авокадо. Өкінішке орай, бұл оңтүстіктік жемістің қасиеттері әлі бәріне беймәлім. Авокадоның құрамында глютатион деген керемет зат бар. Ол 40-қа жуық қатерлі ісіктің пайда болуына әсер ететін заттектерді сақтайды. Қандағы холестеринді дұрыстайды, тамақтың сіңуін қамтамасыз етеді. 7-ші, мүкжидек. Мүкжидек қуық қалбыршағын тазалайтын, қуық жолдарын зиянды бактериялардан сақтайтын ең күшті вирусқа қарсы табиғи антибиотик. Оның обыр клеткаларын сақтай отырып, тамырлардағы ұйыған қан, түйіндіктерімен күреседі. Пайдалану тәсілі жаңа піскен қалпында, морс, сок немесе тосап түрінде. Құрметті көрермендер, ағзаңызды тазалауға көмектесетін 7 тағам жайлы осы видеода айттық. Сізге видеоны аса бағалап, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.